Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіз. Мен сіздерге бүгін ақша энергиясы туралы айтатын боламын. Каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Негізі ақша дегеніміз ол ақша энергиясы адам айтқысыз алапат күшке ие. Сол энергияны сезініп қана қоймай, ақшаны дұрыс пайдалана алсақ, ақшаны өзіңізге және өзгеге де пайдалы істерге жұмсау, ол біздің айналамызға ұзаққа кетпейді. Керісінше ақшаға қарым-қатынасыңыз дұрыс болмаса, ақша сізге жоламайды. Мысалы, зиян деген жыланның уын зерттеп барып қолдансақ, ол көп ауруға ем. Керісінше пайдаланатын болсақ, өзіміздің қазақтың етін шамадан көп ішетін болсақ, денсаулығымызға зиян. Сол сияқты. Ақша туралы айтқанда ең бірінші іркілмеңіз. Көбірек ақша тапқым келеді деп айтсаң, кім не ойлайды деп қысылмаңыз. Бастысы ойыңызда, сөзіңізде жақсы эмоция болсын. Арам ниеттен ада болыңыз. Ақша арамдықты тез сезіп қояды. Оның артық жақсылыққа бармайды. Қолыңызға уыстап ақша ұстап байлыққа кенеліп жатқаныңыз көз алдыңызға елестету де ақша шақырудың бір техникасы. Ғаламға сенсеңіз, бұл техника орындалады. Әрине, ақшадан құр тілеу жеткіліксіз. Бар ақшаңызды қалай қайда жұмсайтыныңызды қоса ойлаңыз. Нақтылық болсын. Мысалы, дүкенге барып не алатыныңызды сіз білмесеңіз, сатушы қайдан біледі? Тура сол сияқты бұл ең маңыздысы. Өмірде барлық нәрсенің сұрауы болады. Кейде адам болдым, жеттім деген кезде дүние төңкеріліп, бар ақшасынан айырылып қалып жатады. Бұл ақша энергиясының айдалаға бағыт алып кеткенін көрсетеді. Яғни барлық нәрсе тепе-теңдікте болу керек. Келесі, ақшаның қадірін біліңіз. Жиі санап тұрсаңыз, оған жан кіріп, бойына қан тарағанда болады. Яғни ақша өзіне құрметпен қарағанды, жақсы таза әмиян сақтағанды қалайды. Әмиянды ақшадан басқа сурет, чек, квитанция деген бөгде заттарды болмауы тиіс. Сондай-ақ ақшаны қалтаға умаждап салуға тіпті болмайды. Ақша неге көбеймейді дейміз. Тапқаныңызды тым құрғанда 10% жинап отырыңыз. Ақшаны шақырады. Тапқан күйі бәрін жаратып жүрсеңіз, ол краннан су аққан сияқты ақшаңызды сусылдап қолда тұрмайтын болады. Егер сіз ақшаға таба бастаған кезден бері жалақыңыздың 10%-ын депозитке салып отырған болсаңыз, сізде қанша ақша болар еді? Елестетіп көріңізші. Ақша туралы тек жақсы ниет ойлау керек. Біреуге ақша жоқ деп айтудан абай болған жөн. Ертең күн ақша болмай қайтем деген уайым шексе, ол энергетикада тартыла бастайды. Тапқан ақшаңызды айтып, мақтануға болмайды. Бұл өзге адамдардың қызғанышын тудырады. Ең жаманы ақшаның энергиясын талқандап кетеді. Қазақша айтқанда көз тиеді. Қайырымдылық іспен көбірек айналысқан өзінің қаржылық әл-ауқатын әп-сәтте көтеріп алады. Жақындары мен достарына кең пейілімен сыйлық жасап қуантқан дұрыс. Мәрттік пен мырзалық ақша энергиясын көбейе түсуіне сөзсіз ықпал етеді. Артық беруден қорықпау керек. Себебі қанша адам артық берсе, сонша алады. Ғаламның заңдылығы осы қағидаға негізделген. Егер сізге осындай ақша туралы видеолар қызық болатын болса, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Өз пікіріңізді айта кетіңіз.